Hello, dear student. How are you today? Let's continue our lesson, detective story. Exercise number 7. Are the sentences true or false? Correct the false one. Сәлем, құрметті оқушы. Біз ары қарай жалғастырамыз. Доктор Уотсон жайлы оқиғаны. Бұнда шындық па, әлде жалған ба? Егер жалған болса, оны дұрыс сөйлем қылып жаз деп тұр. Бірінші тапсырмада. Watson was with other people on the top of the hill дейді. Бірінші сөйлемде Watson басқа адамдармен жотаның үстінде болды дейді. Бірінші false деп жаздым. Бұл шындық емес, жалған. Watson was alone. Ол жалғыз болды. Екінші сөйлем. When he saw the hat, his heart jumped because he was scared. Ол лашықты көрген кезде оның жүрегі дір ете қалды, себебі ол шошып кетті дейді. True. Үшінші параграф B дейді. He was sure that the stranger was in the hat. Ол сенімді болды, жаңағы адамның сол лашықтың ішінде болғанына дейді. False. Сенімді болған жоқ ол. He wasn't sure. Жоқ, сенімді болған жоқ. He might be inside or might be outside on the moor. Ол ішінде болуы мүмкін, немесе сыртында жаңағы батпақты жерде болуы мүмкін деп айтты ол өз ішінен. The next paragraph C. The things inside the heart showed Watson that someone lived there. Іштегі нәрселер дейді, заттар, іштегі заттар Уотсонға сонда біреу тұратынына тұрады деген секілді белгілер берді дейді. True, берді. Paragraph D. The piece of paper was a message for Watson. Кішкене қағаздың бөлігінде Уотсонға деген хабарлама болды дейді. True, Paragraph E. Watson relaxed and enjoyed the beautiful evening. Watson әдемі кешкі уақытқа рахаттанып демалды дейді. Демалды ма? Жоқ. False. He couldn't enjoy that beautiful evening. Жоқ, ол демала алмады. He thought about stranger. Ол жаңағы незнакомец, бейтаныс адам жайлы ойлап тұрды. Paragraph F. Watson was very worried because he thought he was in danger. Watson қатты қобалжып тұрды, себебі ол қауіпті тұрғанын сезді өзінің. Қауіпті болып тұрғанын сезді, True, расыменді. Paragraph G. The person at the door wasn't stranger. Есіктің ар жағында тұрған адам бейтаныс болған жоқ. Болған жоқ. Өйткені оның даусы Уотсонға таныс дауыс болып естілді. Ана жерде сөйлемде тұр ғой. It's a lovely evening, my dear Watson деп, соңғы сөйлемді оқысандар өздерің G параграфында said a well-known voice дейді. Жақсы таныс дауыс деп тұр. True болады. Таныс 8 true. Сегізінші тапсырма ары қарай. Find the underlined words in the text and choose the correct meaning. Мына жерде асты сызылған сөздер бар дейді текстті, соның дұрыс баламасын тап дейді. Stranger деген незнакомец, бейтаныс адам. 8-де A болады, A болады. Someone you don't know дейді. Gun деген қару. Қазір екінші тапсырмада A болады. Ол өлтіреді немесе ауыртады. Үшінші blankets деген көрпелер, одеяло деген сөз. B болады бұнда. Сеңсі төсектің үстіне жабатын деп тұр. Pots деген ол тамақ пісіретін каструля, сондайлар, Бұларда B болады. 5-те enemy дейді. Enemy деген жау, враг. Бұнда 5-те A, 6-да footsteps деген шақ, қадамдар деген сөз. Бұнда B болады. Sounds of someone walking, біреудің жүргендегі дыбысы дейді. Енді exercise 11. 9 мына жерде plan деп тұр. Get writing, мына жерде жазылым уже, сендер жазу керексіңдер. Жазылым, plan деген жоспар.
Мына жерде ойланыңдар дейді. Өздерінің бір жақсы көретін, естерінде жақсы қалған фильмдарында немесе кітаптарында естеріне түсіріңдер дейді. Сонда сол кітапты бір әсерлі жерін дейді, әсерлі моментін естеріне түсіріп, соны мына жерге заметка қылып жазып қой дейді. Міне қазақшасын аударып қойдым мен. Кейіпкер немесе адамдарын жазасын бірінші, орны, ол қай жерде болды, есіне түсір дейді. Маңызды бөлік детальдарын жазасын. Сосын күнін жазасын, қай күн, уақыты болса уақытын жазасын, түстері дейді. Мысалы, ауа райын суреттеп тұр ма екен, әлде адамды суреттеп тұр ма екен, любой түстерді жазасыңдар. Әкшін дейді, іс-әрекетін жазасын. Кішкене қысқаша жазасын. Енді 10-шы тапсырманы жазған жоқпын, өйткені ода кішкене топпен дейді, жаңағы жазғандарыңды суреттеп айтып бер дейді. Топтың арасында отырып, балалармен ақылдасып, сол балаларға өзінің және қысқаша жазғанды айтып бер дейді. Writing дейді, мына жерде уже жаз дейді. Жаңағы write a description of your skin дейді. Жаңағы сценарийіңді жаз дейді өзі. Use your notes дейді. Жаңағы жазған қысқаша сөздеріңді уже қолданып жазып бер дейді. Мына жерде мен және доктор Уотсонның әсерлі жерін жаздым. Осы доктор Уотсон, ол standing on the hill, жотаның басында тұрды, ол he was alone, ол жалғыз тұрды, everywhere was silent, бүкіл жер, барлық жер тып-тыныш, it seemed him an empty land, бір бос жер сияқты көрінді оған, he saw an old stone hut, ол нені көрді? Тастан жасалған лашықтарды көрді, one hut was with roof, оның біреуі крышасымен болды. There might be strangers hiding place, ол жаңағы бейтаныс адамның тығылатын жері деп ойлады, His heart jumped, оның жүрегі дір ете қалды. That moment so was evening, ол сәт кеш болатын. He came to the hut, сол лашыққа келіп ішіне кірді. Кіргенде he saw a blanket in the corner, бұрышта ол одеялоны көрді. Ashes from fireplace, от жанатын жерде күлді көрді. Some cook spots, көп нәрсе көреді ғой. Мен барлығын дізіп жазған жоқпын, өздерің дізіп жазсаңдар болады. Кейбіріміз тамақ пісіратын біраз ыдыстарды көрді. Several times later, that stranger came, біраз уақыт өткен соң, жаңағы бейтаныс адам келіп, сол лашыққа оның дауысы, таныс адамның дауысы болып естілді оған. Осы әсерлі жері болды мен үшін. Осылай жазсаңдар болады, немесе өздерінің кітаптарында, естеріне түсіріңдер оқыған кітаптарында, немесе фильм бір әсерлі жерін жазсаңдар болады. Таратып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Міндетті түрде комментарийларына жауап беремін. Қош сау болыңдар.